Жетісу облысына жұмыс істеуге келген дәрігерлерге 10 миллион теңгеге дейін бір реттік ақы төленеді. Қаражатта оқу орнын жаңадан бітірген жас мамандармен қатар тәжірибелі дәрігерлер де ала алады. Медицина саласындағы кадр тапшылығын жою үшін өңірде арнайы бағдарлама әзірленді. Қазір аймақтағы емдеу мекемелеріне неонатолог, реаниматолог, анестезиолог, акушер-гинеколог сынды 190-ға жуық дәрігер жетіспейді. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Айдана Маратқызы күн сайын жас босанған аналарға күтім көрсетіп денсаулығын бақылайды. Акушер-гинекологтың облыстық перинаталды орталықта жұмыс істей бастағанына 5 ай болды. Өтініш жазған жас маман көтерме ақы алудан үмітті. Бүкіл керек документтердің бәрін облыстық денсаулық сақтау орталығына өткіздім. Енді ол қазір қаралу үстінде. Бір айдың ішінде береміз деп айтып жатыр. Мемлекет тарапынан өте үлкен көмек деп ойлаймын. Өйткені қазіргі бітіріп жатқан мамандардың барлығында біріншіден үй жоқ. Пайыздық мөлшерін төлеп үй алуға болады ипотекаға. Перинаталды орталық ұжымы былтырдан бері 5 жас маманмен толықты. Қазір онда 30 шақты дәрігер мен орта буын медицина қызметкерлері жұмыс істейді. Жыл басынан 2000-нан аса сәби дүниеге келген перзентхананың өзінде кадр тапшылығы бар. Бізге әлі жетіспейді. Акушер-гинеколог дәрігер 4, неонатолог дәрігерлер 3, реаниматолог, анестезиолог дәрігерлеріміз 2. Жеткіліксіз. Мамандардың жеткіліксіздігіне байланысты бізде кезекшілік дәрігерлерге ауыртпашылық өте көп жүктеме түседі. 3 жыл бұрын Жетісу облысындағы медицина мекемелеріне 280 дәрігер жетіспейтін. Өткен жылы өңірге 80 маман шақыртылды. Бұл үрдісті биыл да жалғастыру үшін жоба әзірленіп, қомақты қаражат қарастырылған. Ауылға барса 10 миллион теңге, қалаға келсе 5 миллион теңге беріледі. Жоспарлануда бізде 60, негізде 70 маман шақырамыз. Бұған 595 миллион бөлінген. Еліміздегі медициналық университеттерде облыс әкімінің грантымен 50 студент оқып жатыр. Бірер жылда оларда өңірдегі дәрігерлердің қатарына қосылады. Одан бөлек биыл 30 маманды шетелге жіберіп, білімін арттыру жоспарланып отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, 24 KZ, Жетісу облысынан.